Ассалаумағалейкум, қалдарың қалай достар? Бүгін осындай баннер жасаймыз фотошоптан. Мынау Pinterest'тен көріп қалдым, осыны жасап үйренетін боламыз. Бұны жасау үшін біз не істейміз? Квадрат қойып алу керек бізге. Мінекей Shift ұстап тұрып осылай басамыз, айналдырамыз. Мінекей окна слоиға кіреміз. Ctrl-E деп басамыз. Немесе преобразовать, растриировать слой дейміз. Бұны көшіреміз. Астына жібереміз. И мына жерге тоже осылай қойып қоямыз. Осылай қойып қоямыз. Артындағысын осылай жібереміз. Мына цветін пока что бір цветке қойып қоямыз. Любой. Окей деп басамыз. Артқа қарай жібереміз. Квадрат көшіріп алайық. Біз керек болады. Осылай көшіріп Alt Shift, мына төменде кнопкалар шығып жатады, соны қайталап көшіріп жасай бересіздер. Сосын жоғарыға қоямыз. Түсін аламыз. Наложение цвета. Пипеткамен ала саламыз. Окей. Сапай тұру керек. Мына жерге текст жазып жібереміз. Символ черный. Окей дейміз. И мына жерге киімдер ерлерге дей саламыз. Бұл негізі тексті үлкейте саламыз. Сол қойып қоямыз. Осылай қойсақ болады. Мына түсін осылай қойып қоямыз. Мына жерге сейчас бір Яндекс картинкадан мужская одежда саламыз. Осыны аламыз да қайсы жаңа осыны алып қойып қоятын боламыз. Копировать картинку. И осы жерге қойып жібереміз. Ctrl-T дейміз да. Размерін кішірейтеміз. Осыны бас жарамыз.
Сейчас 1 минут. Бұның жасауының әртүрлі жолдары бар. Ctrl деп ставып тұрамыз, осын басамыз. Өшіріп жүреміз. Сөйтіп, Ctrl S, Ctrl V дейміз. Мынаны өшіріп тастаймыз. Мынаны өшіріп тастаймыз. Сосын бізде осындай бір дизайн пайда болады. Мінекей. Жерде наложение цвета. Растрировать свой дейміз. Показать все эффекты, бәсе. Мына жерге текстін жазып жібереміз. 40% скидка. Окей. И осыны аламыз. Қойып қоямыз, цветін аққа қойып қоямыз. Мінекей достар, осымен дизайн жұмысымыз дайын болды. Сіздерге пайдалы болсам, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Егерде логотип, баннер, какой-то дизайн керек болса, маған жазыңыздар, ақылы түрде жасап береміз. Төменде Instagram парақшам бар, сол жерде тіркеліп маған жазсаңыздар болады. Жарайды, жақсы сау болыңыздар.